Луиза Хей, әйел даналығы. Бірінші тарау. Іске кірісейік, көп нәрсе үйреніп, көп еңбектенуіміз қажет. Қазір мен сіздерге бұрынғы кездегі қыз-келіншектер өмірінен мысал келтірмекпін. Төмендегі үзінді 1950 жылдардағы орта мектепке арналған оқулықтан алынған. Мұнда үй шаруашылығын қалай жүргізу керектігі айтылған. Бірінші, кешкі асты уақытылы дайындаңыз. Бүгін кешке қандай тағам дайындайтыныңызды алдын ала жоспарлаңыз. Бұл әрқашан жолдасыңыздың қамын ойлап жүретіндігіңіздің белгісі. Әдетте жұмыстан кейін ер адамның қарны ашып келеді. Осындайда бар жылы жұмсағыңызды алдына тоссаңыз, мерейіңіз үстем болмақ. Екінші, өзіңізді ретке келтіріңіз. Күйеуіңіз келер алдында 15 минут бұрын тынығып алсаңыз, жүзіңіз жайдары болмақ. Опа талабыңызды жағып, шашыңызды жөндеңіз. Жүзі бал-бұл жайнап тұрған сізді көріп, жұмыстан шаршаған жарыңыздың көңілі көтерілері сөзсіз. Үшінші, үйді тап-тұйнақта етіп жинап қойыңыз. Күйеуіңіз келмес бұрын бөлмелерді бір шолып, шашылып жатқан оқулықтар, ойыншықтар, қағаз сияқты нәрселерді орын-орнына қойып шығып, үйдің шаңын сүртіп алыңыз. Мұндай тазалық күйеуіңізге жағымды әсер етіп, сізде марқайтары анық. Төртінші, балаларға қараңыз. Балалардың беті қолын жуып, шашын тарап, таза киімін кигізіңіз. Балалар біздің бар байлығымыз, сондықтан олар ештеңеден қалыс қалмау керек. Бесінші, тыныштық сақтаңыз. Жолдасыңыз келген сәтте кір жуғыш машинаны, шаш кептіргіш, ыдыс жуғыш машина және шаң сорғышты қолданбағаныңыз жөн. Олардың шуы жолдасыңыздың жүйкесіне тиюі мүмкін. Қажет болса, балаларды әкесі жұмыстан келгенде шуламауға дағдыландырған жөн. Күйеуіңізге жылы шырай танытып, сәл жымия қарсы алыңыз. Оны көргеніңізге қуанышты екеніңізді көрсетіңіз. Алтыншы, қажет емес дүниелер. Ер азаматыңыз үйге кіргенде, үйдегі болған қиындықтар мен проблемаңызды айтып тап бермеңіз. Кешкі асқа кешіккен күннің өзінде реніш білдірмей, шыдамдық танытыңыз. Мүмкін күні бойы көрген қиындықтармен салыстырғанда, кешігіп келуі болмашы нәрсе шығар. Бар жағдайын жасап, ыңғайлы орын дайындаңыз. Немесе ұйықтайтын бөлмеде жатып демалуды ұсыныңыз. Салқын немесе жылы сусынын дайын тұрсын. Басына жастығын қойып, демалатын орнының жайлы болуына көңіл аударыңыз. Тартымды нәзік дауыспен ақырын сөйлеңіз. Жетінші, тыңдай біліңіз. Мүмкін сіздің көп нәрсе айтқыңыз келетін болар, бірақ дәл қазір емес. Кейін де уақыт табылар. Әуелі азаматыңызды тыңдаңыз. 8. Бұл кеш күйеуіңізге тиесілі болсын. Егер жолдасыңыз кешкі асқа немесе басқа да көңіл көтеретін орындарға шақырмаса, түк ренжімеңіз. Оның орнына жолдасыңыздың неден қиналып жүргенін, мазалап жүрген мәселелерін, еш нәрсені уайымдамай демалуы қажеттігін түсінуге тырысыңыз. Жоғарыдағы кеңестің бәрі де дұрыс айтылған, алайда мұның бәрі сіздің көңіліңізден шықса ғана дұрыс болмақ. Есіңізде сақтар бір жайт, бұрынғы кезде қыз-келіншектер ерлеріне ұнау үшін өздерінің бар жоғын білдірмеуге тырысқан. Жақсы әйел өзін дәл осылай ұстау керек деген ұғым болған. Алайда ерлер үшін жақсы жағдай жасалғанымен, әйелдер үшін пайдасы тигені шамалы. Қазіргі заманның қыз-келіншектері өмірінің қандай болу керектігін қайта жоспарлауы керек. Майда шүйдеге дейін мән беріп, мейлі ол тамақ дайындау, үй тазалау, бала қарау, дүкен аралау, көлік жүргізу болсын, бірден келісе салмау керек. Осы кезге дейін бұлжытпай атқарып жүрген шаруалардың бәрін қайта қарастыру керек. Қалған өмірімізді күнделікті бір сарынды күйбең тіршілікпен өткізуді қалаймыз ба? Осынды түсінгеніміз жөн. Әйелдерге күш беру, ерлерді төмендету дегенді аңғартпайды. Еркекті кемсіту әйелді қорлағанмен тең. Біздің мақсатымыз бұл емес. Мұндай іс-әрекет тек тығырыққа тірейтіні айдан анық. Өзімізді, азаматтарды немесе қоғамды кінәлаудан мәселенің шешімін таппаймыз. Керісінше әрі қарай дамымай бір орнымызда қаламыз. Кінәлау әрқашан әлсіздердің ісі. Ең дұрысы құрбандық рөлінде болуды доғарып, ер азаматтармен ымыраға келу. Өз басын қадір тұтатын адамды
бәрі де құрметтейтіні белгілі. Мен күнделікті күйбең тіршілікте ер адамдардың да біз сияқты қиындықтарға тап болып, өз міндеттерін дұрыс атқару жолында көп қысым көретінін түсінемін. Бала кезінен бастап ұлдарға жылауға болмайтынын айтып, сезімін жасырып, эмоциясын көрсетпеуге үйретеді. Меніңше, бұл балаларды азаптау, олардың тұлға болып қалыптасуына көрсетілетін қорлық. Бұл себепті де көптеген ұл балалар есейгенде ішіндегі тұншып қалған эмоцияларын шығару мақсатында ашуын басқадан алады деп ойлаймын. Оған қоса, көп азамат кезінде әкелерімен ашылып сөйлеспегендеріне өкінеді. Ыңғайлы сәті түскенде олармен әкесі туралы әңгіме қозғасаңыз, көңілдері босауы мүмкін. Осыдан ақ әке мен бала арасында айтылмаған талай әңгіме қалғанын көруге болады. Әкелерінің оларды қаншалықты жақсы көретінін, әрі мақтан ететінін білу ұлдар үшін қашан да маңызды. Қыз баланың санасына әрдайым өзгенің қажеттілігін өзіңдікінен жоғары қой деген түсінік әбден сіңіп қалған. Көп жағдайда шын мәнінде кім екенімізді ұмыт қалдырып, өзімізді қоғам міндеттеген парыздарды орындауға арнап жатамыз. Бикештердің басым көпшілігі тек айналасындағылардың тілегін орындап, ал өз қалауының орындалмай қалатынына көңілдері толмай жататыны рас. Міне соның салдарынан олар күйзеліске ұшырайды. Жұмыс жасайтын аналар екі жұмысты қатар алып жүреді десе болады. Бірі кеңседегі жұмысы болса, екіншісі үй шаруасы. Басқалардың тілегін орындау үшін аналар өз қалауын құрбан еткенімен одан түк шықпайтынын түсіну керек. Аздап демалу үшін ауырып қалу міндетті емес, себебі әйел ауырған кезде ғана тынығуыма болады деп ойлайды. Демалыссыз жұмыс жасай беретіндей біз біреудің қызметшісі емеспіз. Белгілі бір топ өкілдерінің ойынша нәзік жандылардың көп нәрсеге құқығы жоқ. Әрине, мүлде олай емес. Бұл ер адамның жаны әйелдікіне қарағанда жоғары тұрады деген жаңсақ пікір бар. Өзгенің өмірін қалай қадір тұту керек болса, өз өмірімізді де солай қадірлеуіміз қажет. Феминистер қозғалысы алғаш белең алғанда өздеріне артылған жүктің көптігіне ашулы болғандары сондай, әйелдер бар көрген қиындықтары үшін ер адамдарды күнәлаумен болды. Сол заманда мұндай іс-әрекет қисынды еді. Ол бойдағы ыза кекті осылай шығару арқылы емделудің бір жолы. Психолог дәрігерге барып, балалық шақта көрген қорлықтан, ішкі күйзелістен құтылғыңыз келсе, іштегі жиналып қалған сезімдеріңізді сыртқа шығару керек. Осылай ғана дертіңізден айырыласыз. Уақыт өте келе бәрі қалпына келеді, тепе-теңдік орнайды. Біз бұрынғыдай шектен шығуға асықпаймыз. Сондықтан қазір барлық қыз-келіншектің ыза кектен, кінәлау сезімінен арылып, әлсіз жәбірленуші күйінен шығатын сәті жетті. Өз ойымызбен жүріп тұрып, әділдік пен теңдік салтанат құрған әлемге ұмтылуымыз керек. Өзімізді күтуді, бағалауды үйренсек, ер адамдардың, тіпті барлық адамзат баласының өмірі жақсы арнаға түседі. Ерлер мен әйелдер арасында өзара сыйластық пен құрмет орнап, бір-бірінің дамуына сеп болады. Екі тарап бірін-бірін жақсы көріп, сыйлап, бәрі де бақытты болатын күннің туарына сенімдімін. Біз ұзақ жылдар бойы өз өмірімізге иелік етуді қалап келдік, ал қазір сол мүмкіндік туып отыр. Дегенмен теңсіздіктер әлі де бар. Тіпті кей заңдар ер азаматтарға арналып жазылғандай десем, артық айтқаным емес. Тіпті зорлау ісі қаралып жатса да, сот залдарында дұрыс ойлайтын еркек оның орнында не істейтін еді деп талқыланып жатады. Менің кеңесіме құлақ ассаңыздар, заң қос тарапқа бірдей қызмет ету үшін заңдарды түбірімен қайта қарастырып, жазып шығатын науқан бастау қажет. Кез келген мәселені шешу барысында әйел заты топтаса алатын күшке ие екені белгілі. Әрекет етуіміз үшін бізге тек ыңғай танытсаңыз жеткілікті. Бірге отырып тамаша нәтиже көрсететініміз рас. 75 жыл бұрын әйелдер сайлауда дауыс беру құқығына ие болу үшін күрескен еді. Ал қазіргі таңда сайлауға өзімізде түсе аламыз. Мен әйелдерді сайлауға түсетіндерін қолдаймын. Саясат біз үшін ашық алаң. Мұнда ешкімге ешқандай шектеу қойылмаған. Егер біз барлығына ортақ заңның болғанын қаласақ, сол ортада біздің де болуымыз керек. Ең төменгі саты бастауға болады. Саясатқа араласу үшін өмір бойы жаттығудың қажеті жоқ.
саяси мансап, қыз-келіншектерге күш-қуат беретін орын. 1935 жылы Элеонора Рузвельт Конгреске ұсынған жобасында жаңадан салынған әрбір үйде жуынатын бөлме болуы керектігін алға тартқанын білесіз бе? Бұл заң жобасы кейін заңды күшке ие болғанымен, алғашында Конгресс мүшелері қалайша бай манаптан бастап кедейдің де жуынатын бөлмесі болса, оларды қалай айырамыз деп таңғалған болатын. Бүгінгі күні жуынатын бөлменің үйдің ішінде болғанына ешбіріміз таңданбаймыз. Қалыпты жағдай екендігі сонша, тіпті біз сондай беделді тұлған осы жобаны іске асыру үшін Конгреске қарсы тұрғанынан еш хабарсызбыз. Әйелдер біріксе тау-тасты қопарардай толағай күшке ие болып, әлемді одан ары гүлдендіре түседі. Өз мақсатымызға жету үшін ұзақ жолды еңсергеніміз рас. Енді соның көз алдымызда ғайып болғанын қаламаймыз. Отаршылдық жүйе билік құрған уақытта ер адам патша да өзі, құдай да өзі болатын. Егер әйелі немесе баласы тіпті үй қызметшісі айтқанына көнбесе, соққыға жығатын. 1950 жылдары тәрбиелі саналатын кез келген қыз-келіншек махаббатпен айналысудан ләззат алмады. Көп нәрседе артта қалды, көп нәрсеге қол жеткіздік. Енді өзгерістердің жаңа сатысында тұрмыз. Мақсатымызға жету үшін әлі де үйренеріміз, жасар істеріміз көп. Алдымыздан жаңа көкжиектер ашылып, азат өмірдің таңы атты. Сол себепті еш қорықпай, берілген мүмкіндіктерді барынша пайдаланып қалуымыз керек. Тіпті жанында ер адам болмаса да кез келген әйел заты өзі үшін тау қопара алады.